Дәулет, ей! Осы жыл құрдастар бас қосуына қыздар бар, бәрің шақырып едің, бара алмай-ақ қойдым. Мынау мал деген өлгөрің түсірген бір бақпайтын нәрсе екен. Атамның жолын қуып бағам деп. Сен бұрынғы аталарда жерген ғой, жайлау ген. Қазір Құдайдың жері жоқ түгіл, адамның жері. Қан ішті, шешең түсігендер. Жылқы айдаған сән көреді, қой айдаған шаң көреді, сиыр айдаған ам көреді деген рас екен, әке. Жылқы бақтым, ысқырып бақтым, қой бақтым, жылап бақтым. Түйе бақтым, қоңырау тақтым, ешкі бақтым, есім кетті деуші еді, рас айтыпты ғой. Бұла қой айтады дейді. Сенің жаныңды мен күндіз-түні өлгенше жеймін сені. Сен мен өмірімде бір-ақ рет жейсің деп. Қойға жем болдық қой, қойға құл болып жүр екенбіз ғой. Әй әкеңнің аусы, қолтықтап жатырмыз, не алған тоқал жоқ. Бұның бәрін айдап не істейміз, әй әкеңнің аусына.